Баршаңызға сәлем. Бұл пирогтың аты шығыс пирогы деп аталады. Бұл пирог адамның денсаулығына өте пайдалы, гемоглобинді көтереді, әрі дәмді және жасағанға өте оңай. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз маргаринімізді ұнмен жақсылап араластырып аламыз. Маргариніміз ұнмен жақсылап араласу керек, арасында іртік болып қалып қоюға болмайды. Сол үшін біз ұзақ уақыт араластырамыз. Міне дәл осылай біздің маргариніміз бен ұнымыз бір-біріне өте жақсы араласу керек. Және қолымыз жабыспайтындай болу керек. Ұнымыз бен маргаринімізді араластырып болған соң, біз енді келесі қоспаларымызды қосамыз. Біз енді қантымызды және қобсытқыш жұмыртқа үшеуін қосып саламыз. Жақсылап араластырамыз барлығын. Қолымызға қамыр жабыспау қажет, жабыспайтындай етіп жақсылап араластырамыз. Мінекей қамырымыз осылай болып шығуы қажет. Жақсылап араластырып 10-15 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша біз салмасын турап дайындап аламыз. Мен өзімнің үйімде барша затты қостым. Жаңғақ, мейіз, өрік. Сіздер өрікті қоспасаңыздар да болады. Өз қалауларыңыз бойынша үйлеріңізде қандай дәнектер бар, соларды қоссаңыздар болады. Негізі жаңғақ қосқан өте пайдалы, денсаулыққа да барлығына гемоглобин көтереді. Жаңғағымызды қатты майдаламай және қатты ірі қылмай орташа етіп осылай турап аламыз. Өрігімізді де дәл осылай етіп турап аламыз, орташа етіп, тым қатты майдаламаймыз. Мейізіміз өте кішкентай болғандықтан ортасынан бір рет қана бөлген дұрыс. Мінекей біздің салмамыз дайын болды. Барлығын жақсылап турап алдым. Енді қамырымызды алып бетіне саламыз. Қалыпқа осылай пергаментный қағаз қойып жасасаңыздар болады. Қамырымызды жақсылап ортасына қойып
жан-жағына жабыстырып шығамыз. Барлығын біркелкі етіп жасаймыз. Қамырымыздың бір шеті жұқа, бір шеті қалың болып қалмау керек. Дайын болған қамырымызға салмамызды салып, біркелкі етіп жайып шығамыз. Соңында біз молокомызды осылай бетіне құйып шығамыз. Біз негізі бір пирогқа бір банка молоко жетеді. Мен соған қарай өлшеп құйып шықтым. Құйып болған соң бетін қасықпен кішкене тегістеп жібереміз. Әр жерінде қалып қоймау үшін жақсылап тегістеп шығамыз. Енді пирогымызды духовкамызға салып, жақсылап пісіріп аламыз. 30-40 минутта дайын болады. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Видеом ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.